40-шы есеп. Көрмеге келген туристік топтың ішінде 26 адам ағылшын тілінде, 17 адам испан тілінде сөйлесе алады. Барлығы топта 49 адам болды, және олардың 14-і не ағылшын тілінде, не испан тілінде сөйлей алмайды. Осы топтың ішінде неше адам бірден ағылшын және испан тілінде сөйлей алады. Ендеше, біз бұл есепті Эйлер-Вен диаграммалар арқылы шешеміз. Слай жазып алайық. Бізде ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар бар және испан тілінде сөйлейтін адамдар бар. Ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар саны 26, ал испан тілінде сөйлейтін адамдар саны 17. Егер топта барлығы 49 адам болса, және оның 14-і не ағылшын тілінде, не испан тілінде сөйлемесе, онда олар бұл жиынға қатысты емес. Сондықтан 49-дан 14-ті азайтып тастаймыз. 35 шығады. Демек, бізде мынау жиында 35 адам бар барлығы. Бірақ ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар 26, испан тілінде сөйлейтін адамдар 17. Біз осы адамдарды бір-біріне қоссақ, 35 шықпайды, 35-тен көп болады. Ендеше, ол неліктен көп болады? Себебі, мынау жерде бізде қиылысып тұр екеуі. Қиылысып тұр дегеніміз ол ағылшын тілінде де, испан тілінде де сөйлейтін адамдар екі жиында да саналып кеткен. Сондықтан, егер біз 26-ға 17-ні қоссақ, және одан болу керек 35 адамды азайтсақ, біз қанша адам екі рет саналып кеткен таба аламыз, яғни қайталанып. Ағылшын тілінде де сөйлей алатын, испан тілінде сөйлей алатын, және олардың екеуінде де сөйлей алатын топқа кіріп кеткен адамдар санын таба аламыз. 26-ға 17-ні қоссақ, 43 болады. 43-тен 35-ті азайтсақ, 8 болады. Демек, 8 адам екі топта да қайталанып саналған. Ендеше, екі тілде де сөйлей алатын адамдар саны 8 болады. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы сын нұсқасы.